мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен алма жеймін». Сабақтың мақсаты сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну, қайталау, сөздерді есте сақтау. Иә, балалар, бүгінгі тақырыбымызда алмаға байланысты болады. Мұқият тыңдаймыз. Алма. Апаң сенің базардан алма сатып әкелді. Ең үлкенін жақсысын саған таңдап әперді. Қайталаймыз. Апаң сенің базардан алма сатып әкелді. Ең үлкенін жақсысын саған таңдап әперді. Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақта қолданылатын жаңа сөздермен таныс болайық. Жеймін, ем, кушаю. Жемеймін, не ем, не кушаю. Жейсің, ешь, кушаешь. Дәмді, вкусный. Көп, много. Қайталаймыз. Жеймін, жемеймін. Жейсің, дәмді, көп. Жеймін, жемеймін. Жейсің, дәмді, көп. Мұқият тыңдаймыз және қайталаймыз. Мынау алма. Мен алма жеймін. Алма дәмді. Өте жақсы, балалар, жарайсыңдар. Мынау жүзім. Мен жүзім жемеймін. Жарайсыңдар, балалар. Мынау алмұрт. Мен алмұрт жеймін. Мынау алма. Мен алма жемеймін. Мынау банан. Мен банан жемеймін. Өте жақсы, балалар. Қайталаймыз. Мен алмұрт жеймін. Мен банан жемеймін. Ал, балалар, суретке мұқият қараймыз. Мұнда алмалар берілген. Алманың түсі қандай? Мынау алманың түсі қандай? Әрине дұрыс, өте жақсы, қызыл. Ал мынау алма қандай? Жақсы, жасыл. Ал мынау алма қандай? Алманың түсі өте дұрыс, сары. Жарайсыңдар, керемет жауап. Балалар, мұнда қараймыз. Мұнда бір алмұрт. Мұнда көп алмұрт. Көп, много. Мұнда
бір алмұрт, көп алмұрт, бір алмұрт, көп алмұрт, бір алмұрт, көп алмұрт. Қайталаймыз. Қайталаймыз. Бір алма, көп алма, көп алма, бір алма, бір алма, көп алма, бір алма, көп алма, бір алма. Жарайсыңдар, балалар. Санаймыз. Неше алма, неше алмұрт? Алма көп па? Алмұрт көп пе? Санаймыз. Бір, жарайсыңдар, балалар. Неше алмұрт? Бір, өте жақсы. Төрт алмұрт, көп алма. Қайталаймыз. Төрт алмұрт, көп алма. Жарайсыңдар, балалар. Мұқият тыңдаймыз. Саша алма жейді. Валя жүзім жемейді. Дима өрік жейді. Боря алмұрт жейді. Коля шие жемейді. Өте жақсы. Қайталаймыз. Саша жейді. Валя жемейді. Дима өрік жейді. Боря жемейді. Коля шие жейді. Өте жақсы, балалар. Дұрыс. Келесі тапсырма. Кім тапқыр? Логикалық тапсырма. Қолымда 5 алма. Табақта 5 алма. Қосқанда барлығы болады неше алма? Қолымда 5 алма. Табақта 5 алма. Қосқанда барлығы болады неше алма? Жарайсыңдар, балалар. Өте дұрыс. Ал, балалар, осы алмадан екеуін атаға, екеуін апаға, екеуін ініңе бергенде өзіңде қалады неше алма? Жарайсыңдар, өте жақсы, керемет жауап. Осымен, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.